Абай облысының әкімі Нұрлан Ұранхаев әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының басшысын таныстырды. Әсет Сүлейменов Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасы мекемесінде сәулет құрылыс бақылау және инспекция бөлімінің бас маманы міндетін атқарған. Сондай-ақ Абай облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының басшысы лауазымына Асылбек Нұғманов тағайындалды. Семей қаласындағы қоғамдық көлік қозғалысы қалыпты режимде жұмысын жалғастыруда. Қаладағы автобус паркінің кейбір жүргізушілері жалақының аздығына наразылық білдірген болатын. Семей қаласындағы жолаушылар көліктері 40 бағыт бойынша қызмет етуде. Жолаушылар тасымалын 3 мердігер мекеме жүзеге асырады. Автотранс Семей, Семавтопарк, таксомоторный парк жауапкершілік шектеулі серіктестігі. Қоғамдық көліктер өз бағыттары бойынша орташа алғанда сағат 6:00-ден 21:30 аралығында жолаушылар тасымалын жүзеге асыруы тиіс. Соңғы 3 айда тасымалдаушыларға уақыт жиілігін сақтамаған үшін 23 миллион теңге айыппұл салынған. Ақпан айынан бастап жалақы 40%-ға көтеріледі деп шарт жасалды. Семей қаласының әкімі Нұрбол Нұрсағатов және Семей водоканал басшысы Еркін Сағындықов, Семей қаласының төтенше жағдайлар басқармасының орынбасары Қымбат Көпбаев аулаларын су басқан Би-Боранбай және Широкая көшелеріндегі жер үйлерді тексерді. Алтыншы ақпан түс уақытында 1200 диаметрлі кәріз коллекторында төтенше жағдай орын алып, коллектор тақтасы бітеліп қалған болатын. Нәтижесінде Би-Боранбай көшесінің бойындағы жер үйлердің аумағы су астында қалған. Қазіргі таңда кәріз коллекторындағы ақаудың орны анықталды. Қала әкімі апат салдарынан су басқан аулаларды қалпына келтіретінін хабарлады. Біз Би-Боранбай жолын күні бәрін суын суырып, бәрін тазалап, ертең таңертеңге шейін ашамыз. Содан кейін өздеріңіз көріп өткенде 6 үйдің ішіне су кірген бар, бірақ ішіне су кіргенде мен аралап өттім. Әрбіреуін көп залал келтірілген жоқ. Бер жақтарына аздап қана кірген. Облыс тұрғындарының рентген ангиографиялық аппараты, компьютерлік томограф сияқты басқа да заманауи медициналық құрылғылармен жабдықталған Аягөз ауданындағы кардиология орталығында медициналық көмек көрсетілуде. Аягөздегі екінші деңгейдегі кардиологиялық орталық мамандары бүгінгі күнге дейін жүрек қан тамырлары аурулары бар 979-дан астам ота жасаған. Оның ішінде орталықта жоғары технологиялы 38-ден аса күрделі ота жасалған. Медициналық мекеменің қызметкерлері жедел келіп түскен 511 жанның өмірін арашалап қалған.